Кейін мынандай нәрселерді істейді олар. Біз енді тоқтата алмай жатырық. Тағы бір тәсіл ұйымдастырсақ қалай болады? Тағы бір тәсіл ұйымдастырып көрейік. Ақылдасады жиындарында. Сосын айтады. Мынандай бір ой келіп отыр оларға. Мұхаммед пен сахабалардың ерушімен, жаңағы көсеммен ілесушілердің арасын ашып жіберсек қалай болады? Аларды бөлек бір сайға кетсек, бөлек қалдырып, сосын бұлар өздері бөлініп, ар жағында тәлім тәрбиесі қып, әртүрлі нәрсе кете береді. Оны қалай бастаймыз? Біз енді қоғамда дөкейлерміз, біз ешқашан құлмен бірге отырмағанбыз, андай адамдармен, әлсіз адамдармен бірге ешқашан бір жиында отырмағанбыз. Сол Мұхаммедті барып, сенің Құраныңды бір тыңдағымыз келіп тұр біз. Бір күні пайғамбар саллаллаху отырады, қасында Билал бар, Хаббаб бар, Әл-Михтат бар, Сухайб деген сахабалар бар мысалы. Келетті біз негізі Құранды тыңдаймыз ба деп келіп едік. Бірақ мына бір арзан адамдар отыр екен қасыңызда. Осыларды былай қарай бара тұр десеңіз қалай болады? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям күллі адамдардан ерекшелігі, жүректе арам ой жоқ қой, түсінесіз ба? Жаңағылар өтірік айтыптыр деп ойламайды ғой. Пайғамбарымыз бірден ойға кетеді. Егер бұлар қазір тыңдаса, бұлар иманға келсе, онда бұлар басқаларына әсер етеді ғой. Деген нәрсемен сондай ойларда пайғамбарымыз ой болады. Мысалы ойында арам ниет жоқ мүлде. Олардың өтірік қулықпен кеп тұрғанын Алла біледі. Онда Алла Тағала жаңа Анғам сүресіндегідей аяттарды түсіреді. Бірінші сахабаларға байланысты айтады. Сенің Құраның, сөйлеп жатқан Құранмен сен ескерте бер. Егер де мойындамайтындар керек қылмаса бұл Құранның ескертуін. Сен ескерте бер мына қауіптенетін сахабаларыңды. Қауіптенетін мүъминдеріңді ескерте бер. Бұлай деп ескерт мүъминдеріңе. Ертең Раббыларыңа қарай жиналасыңдар деп. Иман келтіргендер, ертең Раббыларыңа қарай жиналасыңдар. Сосын мына сөзді қостайды. Ертең Раббыларыңа қарай жиналасыңдар да, Раббыларыңның қасына келген күні Алладан өзге уәли, қамқоршы да таппайсыңдар, болысушы, шафиқ та таппайсыңдар деп өстіп ескерт. Мүъминдер бәлкім бұлар абайдану үстіне, тақуалық үстіне тақуалық қосар ойларына деп. Құранды енді мыналар тыңдамайды екен деп біз ары қарай сөйлетуді қоймаймыз. Сөйлей бер, мыналар пісе берсін, жүректері ақыретке қарай тазара берсін деген нәрсе. Міне осы Алла Тағаланың елшісі сөйлеген кезде, Аллахтың елшісі Раббымыз солай деп жатыр ма деп отырған жаңа Билал мысалы. Құранның аяты әсер етіп, көзіне жас алады мысалы айтайық. Анау Михтат қасында отыр. Ана жерде Хаббаб отыр, арқасы күйіп кеткен. Қасында отыр, аналы күйдіріп тастаған арқасы мысалы, отқа жаққан. Михтат мысалы отыр. Күллісі Құран, Раббымыз не дейді деп отқан адамдар қасында. Алла Тағала жүрекке қарайды. Мансапқа, билікке, ондай нәрселерге қарамайды. Олардың жүрегі Алла сүйген жүректер болып отыр. Сондықтан осыларды қасында отырған кезде жаңағылар келеді дөкейлер. Оларды қасынан тұрып кетсе, біз Құранды біз тыңдайын деп едік деген кезде Алла Тағала Анғам сүресі жаңағы аяттан кейін аят түсіреді. Уәлә татрудил лазина ядғуна роббахум билғадати вәл аши юридуна вәджха. Ей пайғамбар, Алла Тағаласының дидарын іздеп, ертелі кеш Аллаға сыйынып жүргендерді қасыңнан қума. Қараңыз қалай үйретеді. Бұл да принцип. Қасыңнан қума. Бұл принцип. Қараңыз қандай нәрсе. Анандай мансап иесі келіп айтама бұны, дөкей келіп айтама. Қараңыз қандай нәрсені істеп отыр. Біз Құран қалай басқарып жатыр да, пайғамбарымыз саллаллаху тәлім тәрбиені. Міне аналар келді, міне аят түсті. Қасыңнан қума дейді бұларды. Сосын олар айтады, енді біз білеміз ғой бұларды. Біз бұрыннан бері бұларды білеміз. Сенің қасыңа келіп адам болып қапты, таза болып қапты, біраз тірліктерінде білеміз дегендей адамдар болады ғой өмірде. Сондай нәрселер айтады. Сол кезде пайғамбарымыздың жүрегіне ата айтады. Мәғалейка мен хисабихи мен шәй. Сенің хақың жоқ дейді бұлардан есеп алуға бұрынғы өміріне. Ей Мұхаммед, қараңыз. Саллаллаху алейхи ва саллям. Ей пайғамбар, мыналардың ешбіреуінің бұрынғы өмірінен есеп алатын сенің хақың жоқ дейді. Қарасаңыздар қандай нәрсе. Уама мен хисабика алейхи мен шәй. Сондай-ақ бұлар да сенің өмірің туралы есеп бермейді. Есепке тартуға деген нәрселер. Фататрудахум. Егер де сен бұларды қасынан қуып жіберетін болсаң, барындырған жаққа, алармен сөйлесіп алайын дейтін болсаң.
фатакуна миназ золимин. Әділетсіздерден боласың дейді. Қараңыз. Бұздың дейді принципті. Исра сүресінде түседі қайталанып келіп. Уасбир нафсака мағаллазина ядғуна раббахум билғадати вал ғаши юридуна вачхаху. Осылармен бірге төзімді бол дейді. Қараңыз. Сабыр ет осылардың қасында жүруге. Кейде адам сабыр ете алмай қалуы мүмкін. Бір адам мысалы дүниемен алданатын болса, кейінгі заманда бір ғалым болса, мысалы тағы да басқа нәрселер болса, олардан келіп кетіп жатқан ештеңе жоқ сияқты. Ана жақта біреуден бір бір нәрселер келіп кетіп жататын нәрселер болады. Сондай кезде адам сабыр ете алмай, жаңағы общениесі өзгеріп кетуі мүмкін. Көрдіңіз қандай нәрселер. Сондықтан бұл Алланың діні. Әсіресе бұл принциптер бағана өзіміздің ханафи ғұламалар айтып жатқандай, әсіресе жаңағы басшыларға, ғалымдарға қатып қалған мызғымайтын принциптер. Егер олар бұл нәрседен бүйтіп жүріп кететін болса, болды. Бұл діннің принципі көрінбей қалады. Сосын бұның қиын жағы ауысып кетеді бұл. Егер қайсы бір елде мысалы ғалымдар принциптен кетіп қалса, төмендеп, ол ана қоғамның ішінен шығып кетеді. Көрдіңіз бе? И проблема басталады. Сондықтан бұл ешқашан болмас үшін ол ғалымдарда ол принцип тұру керек. Ғұламалар пайғамбарлардың мұрагерлері деген нәрсе осыны көздейді өзі асылы. Пайғамбар қалай Алла Тағаланың Алланың принциптеріне беріп болса, ғұламалардың мұраланған білімі сол дейді өзі негізі. Сондықтан жаңағы кісілерді қасыңнан қума. Вала тағду ғайнака анхум. Көзің дүниені іздеп, Алладан кетіп қалма дейді Пайғамбар саллаллаху. Пайғамбар дүниені іздеп отқан адам емес қой. Бірақ кейінгі сенің артыңнан ілескендер принцип екенін білсін дейді бұны. Сен кетіп қалмасаң да кейінгілер кетіп қалуы мүмкін. Сол нәрсе үшін сенен бастап айтамыз дейді бұны. Көзің дүниенің тіршілігін іздеп, олардан алаңдап қалмасын. Осындай нәрсені айтып жатыр. Вала тутиғ ман ахфална қалбаху ан зикрина. Мынау саған келіп мыналарды былай қуып жібер дегендерге сен бойсұнба дейді ол ұсыныстарына сенің. Вадду лау тутхину фаютхинун. Нун сүресінде мысалы Тағала сол нәрсені айтқан. Олардың қалап тұрған нәрсесі арғы мақсаты жүректерінде сен білмей тұрсың дейді. Сені қазір кішкене бүйтіп босатып, жібітіп алу керек болып тұр дейді. Кейбір негіздерден босатып алу керек болып тұр дейді. Сен босай бастасаң, олар да саған қарай жібімекші. Олар саған қарай жүріп жатқанда сен ойлайсың, бұлар дінді жеткізуге қарай жақсы болды ғой жүріп жатқан деп. Ол сен дініңді қабылдау үшін жүріп жатқан жоқ ол. Көрдіңіз бе? Сені толық принциптен алып тастау үшін жүріп жатқан нәрседе. Сондықтан сондай құлықтарын Пайғамбарымыз салсам жүрегі таза өте. Ол ешқашан арам ойламайды. Қасына келіп тұрып, қандай бір дұшпан келіп бір жақсы сөз айтып отырса, шын айтып жатыр деп ойлайтын адам болғанда, тек Алла Тағала Құран арқылы алып қалатын.